Сәлем достар, бүгін сіздерге карамельдің жасалу жолын көрсетемін. Бұл өте дәмді, созылмалы болып шығатын карамельдердің бірі. Бұл карамельдің рецепті еш жерде де жоқ, бұны тек шеф-кондитерлер ғана қолданады. Бұл карамельді мен сникерс торттың арасына чизкейк на палочке деген видео рецептін берген болатын. Соған және де королевский торттың креміне қолданамын. Ал енді карамельді бастау үшін бізге глюкозный сироп керек болады. Бұл глюкозный сиропты кондитерлік магазиннен сатып аласыздар. Бірінші ыдысымызға глюкозный сиропты құямыз, одан кейін үстінен қантымызды саламыз. Екінші ыдысымызға тоже глюкозный сиропты құямыз, үстінен сүт және сливки құямыз. Екеуінің де астын жағамыз бірде қылып, енді екеуін де араластырып тұрасыздар. Екінші ыдысымыздағы сүт пен сливки құйылған массамызды қайнайын дегенше араластырып тұрамыз. Бірінші ыдысымызда қант салынғанды да араластырып тұрасыздар. Ол да 190 градусқа дейін қайнау керек. 190 градусқа қайнайын деген кезінде сливкиімізді өшіріп, одан кейін соның үстінен құятын боламыз. Міне қарасаңыздар, уже 190 градусқа дейін қызарды, ал сливкиіміз қайнайын деді. Енді қайнайын деген кезде сливки сүтімізді өшіріп, осы қазарған қантымыздың үстінен жаймен құйып отырамыз. Тура видеодағыдай араластырып отырасыздар. Байқаңыздар, әйтпесе өте қатты ыстық, жан-жаққа шашырайды, қолдарыңыз күйіп қалмасын. Міне видеода қарасаңыздар, осындай түйін-түйіндер болады. Қорықпаңыздар, сонда да араластыра беріңіздер. Бір 5-10 минуттай тағы да қайнатасыздар. Негізі сіздерге термометр керек. Термометрмен өлшегенде 105 градусқа дейін қайнатасыздар. Міне осылай түсі де өзгерді, қоңырлау болып байқасаңыздар. Міне енді 105 градус болғаннан кейін оттан аламыз. Оттан алып, оны басқа ыдысқа құйып, енді суытамыз. Суытқанда 39-40 градусқа дейін суытасыздар. Міне қыздар, менде енді 38 градусқа дейін суыды, ештен кетпейді, 38 градусқа дейін суысты. Енді үстінен бөлме температурасында тұрған сармай мен тұзымызды салып, лопатамен кішкене араластырып, одан кейін блендерден өткізесіздер. Блендерден өткізсеңіздер де бір келкі әдемі болып шығады, сондықтан міндетті түрде блендерден өткізіңіздер. Міне карамеліміз дайын, қыздар, өте созылмалы, дәмінде енді сөз жоқ, қыздар, өте керемет болып шығады. Любой нәрсенің арасына қолдана берсеңіздер болады, даже екі печеньенің арасына қосып жесеңіздер де керемет болып шығады. Енді ыдыстарымызға құйып алып, холодильникте бір күн қойып қоясыздар, қою болып әдем болып шығады. Осымен керемет карамеліміз дайын. Қыздар, сіздермен секретный рецепттермен бөлісіп отырған үшін комментарий жазып, лайк басып қалдырып кетіп отыруды ұмытпаңыздар.